Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмыртқа қосылмайтын әрі 10 минутта дайын болатын десерттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға құм шекерді, одан кейін сұйық май және де қамыр қопсытқыш салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне какао ұнтағын және де жылы суымызды құйып, тағы бір араластырамыз. Ең соңынан ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай ешқандай түйіршік қалмай араласу керек. Бөлме температурасын еріп тұрған сары майды форманың жанына жағамыз және де сол формаға массамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Енді бетіне жағатын шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін шоколадты ерітіп алып, үстіне сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін суып тұрған десертіміздің үстіне осы ганашты жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша шоколадты ганашқа түрлі жаңғақтар қоссаңыз болады. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдейсіз, немесе осылай да ұсына беруге болады. Мен бетіне кокос ұнтағын септім. Және де дайын болғаннан кейін бірден шайға ұсына беруіңізге болады. Құрғақ емес, құрамында май болғандықтан влажный болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеле кетуді де ұмытпаңыз. Ас болсын!